Оқу ағарту министрлігі мектеп бітіруші түлектерге арналған соңғы қоңырау шарасын мейрамханада үлпілдек көйлек, кортежсіз өткізу керек деп. Оның орнына челлендж немесе дискуссия ұйымдастырған дұрыс деп отыр. Вице-министр Наталья Жұмаділдаеваның айтуынша, биыл 186 мың оқушы мектеп бітіреді. Квест пе, хакатон ба, дискуссия ма, мұғалімдер, ата-аналармен қосылып кеш пе, форматын өздеріңіз ойлап табыңыздар деп отырмыз. Балалардан мерекені тартып алу жоспары жоқ деді министрдің орынбасары оқу жылының аяқталуына орай өткізген баспасөз мәслихатында. Шын мәнінде үлкендерше вечер өткізбеу, өкіртіп ақша жинамау мәселесі жылда көтеріледі. Бірақ ондай кештер жылда өтеді, кортеж құрып, жарысады, өкінішке қарай апатқа да ұшырап жатады. Жарайды, балама зияны тиер деп амал жоқ келсетін атана аз емес. Онда тұрған не бар? Мектепті бір рет бітіреді, есте қалатындай еті өткізейік, сынып жетекшісіне рахметімізді айтайық. Осылай ойлайтын және белсене ақша жинайтын ата-аналар да аз емес. Барлық мәселе шешіліп, енді осы мәселе ғана қалды ма дейді олар. Моральдық психологиялық жағынан қысым көрсетіп ақша жинап алу, дүркіретіп той сияқты кеш өткізіп, сынып жетекшісіне қып-қымбат сыйлық жасау, барлық мәселенің ішіндегі мәселе екенін түсінбейтін сияқты. Мынау қоғам дамуын тежейтін дерт, ал мынау бұл енді риясыз көңіл дейтін көзқарас, проблеманы тұтас көрмеу, сезбеу, түйсінбеу. Елдос Есенболдың материалы. Осы бір салтанатты жиынды бастау үшін мектеп бітірушілерді ортаға шақырамыз. Ширек ғасыр бұрын соңғы қоңырау осылай соғылатын. Қоштасудың шарықтау шегі мектеп спорт залындағы кеште жалғасатын. Соңғы жылдары мектеп бітіру дегеніңіз ұлан асыр той. Шетелге барып жатады. Ондайларды да көрдік. Шамасы жеткені шетел асып, жетпегені сәнімен салтанаты жарасқан мейрамханада тойлап, қаздай тізілген қымбат көліктердің шеруін ұйымдастырады. Былтыр Маңғыстауда осындай кортеждің соңы апатқа ұласып, екі оқушы жан сақтау бөліміне түскенде есте. Көп студенттерден сұхбат алдым. Сіздерде осындай бітірген кезде той жасадыңыздар ма, ол сіздерге керек болды ма, керек болған жоқ па деген сұраққа келген кезде керек болды дейді. Неліктен? Себебі біз мектепте өте көп қиналдық, осы қиындықтан өткенімізді біз тойлауымыз керек болды деп. Маған мысалы солай жауап берді 90% студент. Не дегенмен 12 жылдық еңбегіміз, сондықтан да біз выпускной жасайық деп шештік өзіміз. Мектепке айтпай, шыны керек біз алдын ала қозғалдық. Шамамен қыста, желтоқсан айларында біз уже бронь жасадық. Қаладағы самый күшті ресторан таңдап солай. Түлектердің осы бір сәтті есте қаларлықта етуге тырысатынын түсінуге де болар. Бірақ байдың асын байғұс қызғанғандай болса да айтуға тура келеді. Мәселе ақшаға келіп тіреледі. Мысалы, бір жылдары бір бала ұрлыққа түсті. Өйткені үлкен соманы ата-анасынан алуға мүмкіндік болмай, содан кейін ұрлыққа түсті. Қаңтар айында аз-аздан түсе бастайды, негізгі қарқын наурыз айында басталады. Сонда мектеп бітіруді дүркіретіп тойлаудың, әрі оны таспалаудың құны қанша деп той ұйымдастырушылардан сұрадық. Біз айтайық, сіз есептей беріңіз. Бұл жерде винетка бар. Жаңа 25 мамыр соңғы қоңырау түсірген бар. 15 күні аттестат бар, одан кейін ресторан бар. Оның алдында прогулка дейді ғой. Соны түсіреді. Енді орта есеппен алғанда бәрін общий бір пакет қып шығарған кезде бір 500 мыңнан басталады негізі. 500 мыңнан ары қарай кете береді. Ескеріңіз, бұл жерде той ұйымдастыру орталығы мейрамхана деп, сонда өтетін кештің әрлеу жұмысымен оны видеоға таспалаудың құнын ғана айтып отыр. 500 миллионның ішіне мейрамхананың адам басына ақысы, тамақ шығыны мен кеш жүргізушісінің бағасы кірмейді. Балаларға фокус основнан қойғаннан кейін, ол негізі как тамада емес, негізі шоумен ведущий жүргізеді. Енді олардың ең төмен бағасы 200 мыңнан. Енді бұл ортақ шығынға әр баланың жеке басына жұмсалатын ақшаны қосыңыз. Мен 40 мыңға көйлек алдым,
прическа, макияж барлығына 20-25 мың кеткен шығар. Сосын оның туфлиіміз бар, 30 мыңға алдық. Ресторан, тамада, және де біз ресторанға келгесін просто так кіре салғымыз келген жоқ. Лучше лимузин жалдап, лимузиннен шығып. Негізі оқушыларға бағаға қарамайды. Негізі таңдайды, ата-ана айтқан істегісі келеді. Көбінесе қазір бұрын ата-аналар комитеті ата-ана бір адам ғана келіп таңдайтын да. Бірақ психолог мамандар бұл тойда бала қалауынан бөлек ата-ананың рөлі де бар дейді. Баланың жетістігін біз көбінесе менің жетістігім деп қабылдаймыз. Ата-аналар үшін ол белгілі бір мақтаныштың көрсеткіші. Мектеп бітіруде мектеп қана емес ау, бүгінде балабақша бітіру кешіне де жеткен тағы бір үрдіс мұғалімге сыйлық сыйлау, еңбегі үшін рахмет айту. Дәмеленіп алғанда ұстаздар болады. Кейде ұятта болса айтайын, мынаны алып бер дегенде ұстаздар болады. Ондайды да кездестірдік. Маған алтын сағатым жоқ еді деген бір ұстаздың айтқанында мен жағамды ұстаған болатынмын. Мұғалімнің бәріне жала жабудан аулақпыз. Әрі азаматтық кодекске сәйкес мұғалімдерге құны 10 айлық есептік көрсеткіштен асатын сыйлықтар беруге болмайды. Қазір бір айлық есептік көрсеткіш 3692 теңге деп белгіленген. Демек сыйлық құны 36 000 теңгеден аспауы керек. Осы ретте ұсыныс көбіне тағы да ата-аналардан шығатыны жасырын емес. Ата-аналарда бір ғана бала емес, бірнеше бала бір мектепте оқиды. Олар қорқады, ертең сыйлық бермесем, мұғалімдер менің балама дұрыс баға қоймайды, дұрыс көңіл бөлмейді. Ол бір нәрсе. Бұл нәрсе бізде қоғамда расында ненің дұрыс, ненің бұрыс екенінің нақты шегінің болмауынан, ата-аналар тіпті бұл нәрсені дұрыс емес деп қарастырмауынан. Біз қазір көбінесе айтамыз ғой, біз дұрыс мемлекет болуымыз керек, біз жаңа Қазақстанымыз деген. Осы жаңа Қазақстанның бұзылып жатқан нәрсесі осы мектептен басталады. Қымбат сыйлықтар, бір қымбат нәрселер. Мұғалімдер үшін ең қымбат, біз түсінуіміз керек, ол қарым-қатынас. Құнды сыйлықтар көбінесе есте қалмайды. Ал есте қалатын ол эмоционалды сыйлықтар. Балалардың өз қолымен жасаған нәрсесі, немесе бір көңіл күй көтеретін бір әрекеттері. Сыйлықтар берген адамның тізімін жіберу мұғалімге. Осы нәрседе орын алып жатқан жағдаяттар бар. Плюс-минус қойып тізім жіберу. Ақша жинауға қосылмайтын жексұрын ата-ананың бірімен. Мен саған қарызға бере тұрам, сен кейін қайтарасың деп жазатын ата-аналар да бар. Әр ата-ана өзінің мүмкіндігін есептеу керек, екінші өзінің позициясын сақтау керек. Себебі бір ата-ана көнбей тұрған кезде оған өзінің позициясын мен мысалы келіспеймін деп нақты айтқан кезде басқа ата-аналар да соған не істейді, жақтасады. Ал көбінесе байқайтын болсаңыз, чатта бір белсенді ата-ана көп жазады. Құрсыншы дегеніміз, ата-анаға, белсенді ата-анаға өзіміздің шекарамызды бұзуға рұқсат береміз. Биыл Қазақстанда 186 000 түлек үшін соңғы қоңырау соғылатынын оқу ағарту министрлігі айтты. Ал бітіру кешін оқушылардың өз еркіне қалдырған. Оқушы қолына аттестатын алған күннің өзінде мектеп әкімшілігі бала үшін жауапты. Десе де біздің тек балаларға моральдық тұрғыдан ғана ескерту жасауға құқымыз бар. Биыл біз оқушылардың өзіне соңғы қоңыраудың ерекше жылылық пен сағынышпен еске алатындай форматын анықтауды ұсынып отырмыз. Біз енді мынандай бір шешімге келдік. Бурабайға барамыз деп. Табиғат аясына барып, ата-анасымен таңертеңнен кешкен уақыт өткізіп келеміз. Әркім өзінің тамағын алады. Сонымен біздің мектеп бітіруші кешіміз осылай бітейін деп тұр. Бұл балалардың саналы түрде өздерінің келісіп, солай шешкен шешімдер. Тамара Ахатаеваның биыл мектеп бітіретін баласының сыныбы осылай шешіпті. Ана бұл шешімге қуанған. Мен балаларым өздері де жұмыс жасайды қазір. 14 жасынан бастап қаражат алып келе жатқан балалар жаңағы бір күндік үшін бүкіл еңбегін паш етіп шаша салудың ол қисынсыз екенін түсінгендіктен деп ойлаймын. Бір жағынан қуаныштысың, мектепті бітіріп, жаңа өмір бастайсың, үлкен қадам жасап жатсың, бірақ қимастық сезім де бар. Астана қаласындағы нөмірі 91-ші мектеп гимназиясының түлектері де бітіру кешінен ерікті түрде бас тартқан. Алтын ұяларымен білім ордасының ауласында вальс билеп, ән шырқап қоштаспақ. Сәуір айынан бастап қиын жағдайлар болып жатыр ғой елімізде, соған қарсы біз одан бас тартамыз деп шештік, себебі сыныбымызда батыстан оқитын балалар көп, ата-аналарымызбен бірге сол уақыт өткіземіз деп шештік. Қалай дегенмен де мектеп бітіру бала өміріндегі елеулі сәт екені сөзсіз. Оның қызығы да, қуанышы да мынау аттестат, себебі үлкен өмірге жолдама осы. Ал
Даңғаза мерекеден соңда тіршілік жалғасатынын ата-анада балада ұмытпаса екен дейміз. Мұндайда той жарыстан көрі ой жар санағұрлым жағымдырақ көрінетіндей. Елдос Есенбол, Еркінжан, Керімжан, Апта.